тракторымызды, осы жыл болған тракторымызды тапсырдық. Енді Құдай қаласа осы жаңа трактормен халыққа қызмет қыламыз. Он 13 мың трактор болса бізде облыс бойынша, соның 7 мыңнан астамы, 78-ге жуығы 10 жылдан асқандар екен. Міне қазір осы бағдарламаны енгізіп ауыстыратын болсақ, біз уже қазір есебіміз бар, биылғы 2 миллиард, келе біз тағы да қосып берсек, сосын заводтан сөйлесіп жатыр, 3-4 жылға лизинг беретін болса, бөліп беруге. Бізде жеңілденіп қалады, ауысады.